Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсының тыңдаушылары, студенттері, сіздердің назарларыңызға PowerPoint бағдарламасымен сөзді тап деген ойынды жасап көрсетпекпін. Ең алдымен осы ойынға шолу жасап алайық. Слайд-шоуға барамыз. Сначала, яғни біздің осындай дизайнмен ашылады, сағат тұрады және бізде тақта тұрады және сөз шатастырылған сөздер болады. Слайдты жүргізгенде бізге уақыт кетеді. Бұл жерде уақыт 5 секунд болады. Уақыт кеткен соң бізде будильник сияқты шырылдайды. Содан кейін біздің дұрыс жаңағы сөзіміз шығады. Енді осы ойынды қалай жасаймыз? Ол үшін әдеттегідей файл, создать, пустая презентация, жаңа презентация ашамыз. Презентация макетін өзгертіп аламыз. Пустой слайд. Фонды ауыстырып аламыз. Фонды градиентіне қоямыз. Мысалы, маған осы фон ұнайды. Одан кейін келесі вставкаға барамыз. Фигуры. Бізге керекті, уақытқа керекті фигураны сызып аламыз. Бұның контурын алып тастаймыз. Келесі бұның копиясын жасаймыз. Астына қоямыз. Копиясында мына жерде жаңағы фигураның түстерін ауыстыратын жерге стрелкасына бассақ, заготовки деген стиль емес, заготовки жақта мына фонсыз қарасыздықты аламыз. Келесі контур фигураға барамыз. Толщина 4-5-ке қоямыз. Бұны сүйреп апарып, яғни мына фигураның үстіне қоямыз. Келесі бізге сағат керек болады. Сағаттың жаңағы фотосы. Он фотоны сіздер мына вставка, рисунки, изображение из интернет осы жерден тауып алсаңыздар болады, немесе бізде браузерлер бар, сол браузерлерді қолданып тауып алсақ болады. Оған мен қазір уақыт кетірмей, менде бар сағатты копия жасап алайын. Осындай сағат тауып аласыздар. Әдемілеп өстіп реттеп қоясыздар. Мысалы, осы жер болсын. Енді осыған үйлестіріп әкелу керек. Өсті үйлестіріп аласыздар. Одан кейін мына сағаттың түсімен мына фигураның түсін үйлестіріп алсаңыздар. Ол үшін фигураға басамыз. Формат фигуры ашамыз. Мына жерде пипеткаға басамыз. Қызыл түс таңдап аламыз. Басқасақ, яғни бір түстес болады екеуі. Келесі бізге тақта керек болады. Тақтанда, яғни мына жерден біз бит тауып алайық жарайды. Осы PowerPoint-ың ішінде, мысалы іздегенде мультяшный типта болу үшін ағылшынша cartoon EQO болады. Whiteboard мысалы, сөйтіп іздейміз. Board. Өсіп іздесек, бізге тақталардың түрі шығады. Мысалы, маған ұнайтын осы тақта. Ставить деймін. Өлшемін кішірейтемін. Бізге сәйкестей. Астындағы мына бір жазуын жеке аламда өшіріп тастаймын. Тура центрге қоямын. Келесі, осы тақтаның ішіне біз жазуымыз керек. Надпись. Мысалы, бізге доппе. Бірінші дұрыс емес нұсқасын жазамыз. PDO мысалы. Бұны жазудың жаңағы шрифтін үлкейтеміз, өзгертеміз. Ол үшін өзімізге ұнайтын шрифт түрін таңдап аламыз. Мысалы, маған осы ұнайды, KZ Groplet деген. Үлкейтеміз. Бізге сәйкес нұсқада үлкейтеміз. Осы болады. Одан кейін жазудың эффектісін өзгерту үшін формат фигурыға барамыз. Мына жақта. Мына жерде міне стиль эффект болады. Осы жерде міне 4-ші тұрғанды таңдасаңыздар, кішкене әдемі көрінеді. Өсіп жасап алдық. Енді бұның екінші нұсқасы керек болады. Дұрыс нұсқасы. Бұны біз дұрыс нұсқасын DOS деп жасаймыз. Сәлін ауыстырып аламыз. Екеуі, яғни бір көлемде болады. Содан кейін DOS емес, DOP. Одан кейін бізге доптың суреті керек болады. Оны сіздер интернетте немесе бағанағындай вставка, рисункаға барасыздар. Ал мен өзімнің бұрынғы нұсқамен ала саламын.
доптың суретін аламын, копировать етем, қоя саламын. Осы жерде тұра берсін. Енді бізге тек қана анимациялар қалды. Бірінші анимация бізде, облыс анимацияны ашып қояйық. Мұндағы анимацияларды өшіріп тастаймын. Анимация осылай бос болады. Ең бірінші біз 4-3-ге қоямыз анимацияны. Ол үшін жаңағы 4-3-ні белгілейміз. Мына жерде анимациялардың толық нұсқасын ашамыз. Осы жерде другие эффекты входаға барамыз. Бізге керек появление. Одан кейін окей дейміз. Появление бізде бірақ 10-ға қарай кету керек. Өсіп кетеді. Бірақ бұның скорысын мына жерде 1 секунд болып тұрған бізге ол 5 секундқа керек. Осыны сіздер мысалы сөзді табуға қанша уақыт бересіздер, соған қарай осы жерде ұлғайта бересіздер. 5 секундқа қойдық. Бұл 5 секундтан кейін бізде сағат қозғалу керек. Ол үшін сағатты белгілейміз. Анимация, мына жерде анимацияның толық нұсқасын асамыз. Осы жерде качание деген таңдаймыз. Таңдадық. Качание бұл жерде қозғалыс 3 рет болу керек. Ол үшін мына жерде мен анимацияның түрі қойылды сағатқа. Осы жерде стрелкаға бассақ, параметр эффектов деген болады. Соған барамыз. Одан кейін эффект емес, времяға барамыз да повторение деген жерде 3 ретке қоямыз. Сонда біздің сағатымыз 3 рет қозғалады. Окейді басамыз. Мына жерде өзінің шкаласы болады арнайы. Келесі сағат 3 рет қозғалғаннан кейін бізге ол 3 рет қозғалыс жасаған кезде дыбыс шығару керек. Дыбысты, яғни интернеттен көрсетем. TuneTank деген осындай сайттан немесе кез келген мысалы будильниктің дыбыстары деп іздеп алсаңыздар болады. Мен мына жерде копировать етіп аламын, уақыт кетірмей. Осы дыбысты аламын, копировать етіп мына жерге қоямын. Одан кейін на задний план жіберемін. Яғни дыбысты, жаңағы жүктелген дыбысты қойып білесіздер, вставкаға барамыз. Мына жерде мультимедиа деген болады. Осы жерде міне звук дегенге басамыз. Аудиофайл на компьютер деген бассаңыздар, жаңағы жүктеп алған дыбыстарыңызды осы слайдтың ішіне қоясыздар. Келесі біз енді қойып алдық. Бұл бізде вместе с предыдущим деген болу керек, яғни сағат қозғалып жатқан кезде бірге дыбыс шығарып атау керек. Келесі мына біздің сағаттың қозғалысы секундомерден кейін шығу керек. Ол үшін после предыдущий деген қою керек анимацияны. Мына реттілікті қоюды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Келесі дыбыс шығып біткен соң бізде мына қате сөзіміз жоқ болып кету керек. Ол үшін жазуды белгілейміз, анимацияға барамыз. Осы жерде жоқ болу, яғни ол толық нұсқасын ашқан кезде другие эффекты входа. Осыған барамыз. Исчезновение, яғни жоғалу деген бар, соны таңдаймыз. Окей. Бұл қойылды. Келесі, бұл енді дыбыстан кейін шығу керек. Ол үшін енді анимацияның реттілігі запускать после предыдущего, дыбыстан кейін. Оны қоямыз. Келесі, шатастырылған сөз жоқ болып кеткен соң бізге дұрыс нұсқа шығу керек. Оны, яғни мына жерде возникновение деген таңдаймыз. Анимация возникновение. Біздің неміз пайда болды. Оны өзінің орнына апарамыз тиісті. Орнына апардық. Келесі, мына дұрыс сөзбен бірге бізге яғни соны дәлелдейтіндей сурет шығу керек. Суретті де анимация возникновение қоямыз. Бізде мына дұрыс сөзіміз, дұрыс емес сөзден кейін шығу керек. Оғанда мені запускать после предыдущего қоямыз. Ал мына доп, мына дұрыс сөзбен бірге шығу керек. Ол үшін анимация реттілігі запускать вместе с предыдущим. Яғни бұл жерде анимацияның реттілігін дұрыс қойса, біздің жаңағы ойынымыз дұрыс шығады деген сөз. Өстіп бір нұсқасын жасап алдық. Келесі бір рет тексеріп алайық. Яғни мен слайдты жүргіземін. 5 секунд уақыт яғни жүреді. Одан кейін сағат шырылдайды. Шырылдап біткен соң бізде дұрыс нұсқасы шығады. Осылай болады. Ең келесі бізге яғни бір сөзбен ғана шектелмейміз ғой, 4-5 сөз жасаймыз. Ол үшін біз яғни тура осы слайдты дубликация жасаймыз. Одан кейін мына жердегі сөздерді ғана ауыстырасыздар.
Мысалы, тоз болса, озатта болады. Мұнда дұрыс нұсқасын ауыстыра саламыз. Мысалы, тоз. Бұрыннан үстіне апарам. Суретті жойып тастаймын. Мына жақта менде нұсқасы бар ғой. Сол фотоны алып келе салам. Мұнда қойдым. Ол өз орнына барады. Міне, өстіп, қалған сөздерді көбейте бересіздер. Тағы бір тексеріп көрейік. Слайд-шоу сначала. Слайдты жүргіземін. Бізде уақыт кетеді. Одан кейін сағат шырылдайды. Келесі бізде дұрыс жауап шығады. Келесі нұсқа дәл осылай жүреді. Осылай жасадық. Яғни осы практикалық жұмысты өздеріңіз қайталап жасап көріңіздер. Балаларыңызға осындай қызықты ойындарды көрсетіп сабақтарыңызда қолданатындай. Осымен менің сөздерді тап ойын жасау шаблоны аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.